Егер менен сұраса, процессоры мощный және арзан смартфон айтып жіберші десе, Poco F6 Pro ал деуші едім. Бірақ F6 мен салыстырса, айырмашылығы өте аз. Техникалық сипаттамасын салыстырса, F6 76 ұпай жинаса, F6 Pro 80 ұпай жинайды. Өте аз, е? Бүгінгі видеода сол екеуін айырмашылығын көріп, бірге таңдайық. Ал сен видеоға лайк бас және маған тіркел. Менде көптеген пайдалы ақпарат көресің. Ал кеттік. Ең бірінші бағасын біліп алайық. Poco F6 196 мың теңгеден басталады. Ал F6 Pro 258 мың теңгеден басталады. Арасы 60 мың теңге. Үлкендігі бірдей, 6-да 67 дюйм, бірақ F6 артқы жағы пластик болса, ал F6 Pro артқы жағы шыны және жақтауы алюминий болады. Суға шыдамдылығы жағынан F6 жақсылау, IP64, ал F6 Pro IP54. Яғни шаңнан, кірден және жаңбырдан жақсылау қорғайтыны ол F6. Үлкендігі бірдей болса да, дисплей пикселі саны әртүрлі. F6-да 1220 пиксель болса, ал F6 Pro-да 1440 пиксель. Шын айтсам, көзге бірден білінбейді. Экран жаңару жиілігі екеуде 120 Гц. Дыбыс жағынан айырмашылығы жоқ, стереодинамик. Екеуінде де. Операциялық жүйесі екеуде HyperOS, жады F6-да максимум 512 гигабайт болса, ал F6 Pro-да максимум 1 терабайт алуға болады. Кімнің смартфоны 1 терабайт айтындаршы? Ал ең қызығына келдік. Ол процессор. Poco F6-да Snapdragon 8S Gen 3. Айта кетейік, S деген сәл қысқартылған деген сөз. Ал Poco F6 Pro-да ескі Snapdragon 8 Gen 2. Бірақ S деген тіркесі жоқ. Жалпы айырмашылығы өте аз. Geekbench 6 мен салыстырсаң да, Antutu мен салыстырсаң да. Айта кету керек, Antutu тест тек процессор емес, ол 4 фактор қосындысы. Ол процессор, графика, жады және қолдануға ыңғайлығы. Егер аккумуляторын салыстырайық десең, екеуінде де бірдей 5000 мАч. 10,5 сағатқа жетеді. Егер F6 Pro алсаң, адаптермен мақтана аласың. Онда 120 Вт, ал F6-да 90 Вт. Қанша уақытта қуаттайтын қызық болса, F6 37 минутта қуаттаса, F6 Pro-да 27 минутта қуаттайды. Ол өте тез. Камерасына тоқтағым келмейді, өйткені Xiaomi, Poco камералар нашарлау. Poco F6-да негізгі камера 50 мегапиксель, кеңбұрышты камерасы 8 мегапиксель, ал селфи камера 20 мегапиксель. Ал Poco F6 Pro Poco F6-ға ұқсас. Негізгі камера 50 мегапиксель, кеңбұрышты камера 8 мегапиксель, ешкімге керек емес макро камера 2 мегапиксель, селфи камера 16 мегапиксель. Байқадыңдар ма? F6 Pro-да селфи камера 16 мегапиксель, ал F6-да 20 мегапиксель. Осылай істеді әйтеуір. Негізгі камера екеуде бірдей болған соң фотолары бірдей болады. Ал селфи камера бірдей емес. Түнде түсіретін болсаң, негізгі камераға түсір, ал кеңбұрышты камераға түсірме. Видео жағынан да екеуде ұқсас, бірақ мен бұрынғыдай ойлаймын, Xiaomi Poco смартфондағы камералы әлі нашар. Қорытындылайтын болсақ, Poco F6 арзандау. Сипаттамасы көбінесе F6 Pro-ға ұқсас. Дисплей қаттылығы Gorilla Glass Victus және шаңға шыдамдылығы IP64. Дизайн дисплейге көңіл көп аударған сияқты. Ал Poco F6 Pro артқышылығы көбірек, артқы жағы шыны, дисплей пикселдер көбірек, үлкен адаптер арқасында жылдамырақ қуатталады. Кез келген смартфон алғанда Pro модельдерін алуға тырыс деп айтушы едім, бірақ мына екеуінде асып тұрған артықшылығы аз. Айтпақшы түстері, F6 Pro-да ақ және қара түсті болады, ал F6-да сұр, қара және жасыл болады. Маған Poco F6 дизайн ұнады. Саған ше?